Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге шайға арнап осындай өте дәмді әрі өте тез дайындалатын бисквитті рулет дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаға тұз және қантты қосып, әппақ көбік болғанша миксерлейміз. Өсімдік майын қосамыз. Және де ұнымызды електен өткізіп 3-4 бөлікке бөліп қосамыз да, лопатаның көмегімен жаймен араластырамыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, барлық массамызды құйып, осылай тегістейміз. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміз пісіп шықты. Енді осы ыстықтай күйінде бетіне мата төсеп, бисквитті аударамыз және де пергамент қағазын жаймен алып тастаймыз. Енді бисквитімізді орап, салқындағанын күтеміз. Бисквитіміз суығанша кремін дайындаймыз. Бұл жерде менде қаймақ және вареная сгущенка. Екеуін миксердің көмегімен араластырамыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген креммен жасасаңыз да болады. Енді суыған бисквитімізді алып, жаңағы дайындаған кремімізді толықтай жағып шығамыз. Енді рулетімізді ораймыз. Бұл бисквиттің бір ерекшелігі, ешқандай жері жыртылмайды және де жарылмайды. Сыртынан пергамент қағазын орап, тоңазытқышқа 30-40 минутқа кремі сіңгенше жібереміз. Енді рулетімізді кез келген түрде әсемдейміз. Мен осылай шоколад және кокос жаңқасымен әсемдедім. Достар, осымен біздің өте тез дайындалатын әрі өте дәмді болып шығатын рулетіміз дайын. Дүкендікінен ешқандай айырмашылығы болмай тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.